Жоғарғы сот карантиндік талаптарға сәйкес сот процесіне қатысушылардың сотқа келуін барынша азайтуға бағытталған шараларды жүзеге асырды. Соттар істерді онлайн режимде қарауда. Жоғарғы соттың сайтында сот қызметтеріне қол жеткізудің бірыңғай терезесі сот кабинеті жұмыс істеуде. Осы ретте сот азаматтармен өте қысқа мерзімде кері байланысқа шығады. Талап арыздардың 92%-дан астамы сотқа электронды түрде түсуде. Барлық 390 сот бейне байланыс және мобильді бейне байланыс жүйелерімен жабдықталған. 237 мобильді бейне байланыс сервері сот төрелігін қашықтан жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл күндері сот істерінің 90%-ы бейне байланыс көмегімен жүзеге асуда. Сәуір айының соңына дейін бұл көрсеткіш 100%-ға жетеді деп жоспарлануда. Соттар қашықтан сот отырысына қатысушылардың әрбірінің сотта тыңдалу бойынша конституциялық құқығын қамтамасыз етеді. Онлайн процестер аудио бейне жазбаға тіркеліп, сот отырысының электронды хаттамасы жүргізіледі. Онлайн сот отырысына қатысу үшін сізге гаджет пен ұялы байланыс қана қажет. Ол үшін сот кабинеті сервисіне өтініш беру жеткілікті. Артынша сізге сотпен бейне байланысқа шығу уақыты хабарланады. Сот сайттарында онлайн татуластыру қызметі де қолжетімді екенін еске саламыз. Жоғарғы сот баршаңызды төтенше жағдайға түсіністікпен қарап, карантин аяқталғанша сот талқылауларын кейінге қалдыруға шақырады. Үйде қалып, санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздік шараларын сақтап, жақындарыңызға қамқор болыңыз.